мына бір методиканы үйрету ғой, иә? Соған қарай мән беріңіздер. Біз әзірше бірінші топ, әзірше емес жалпы 1, 2, 3 пен бағаланамыз. Бұл ойынның ерекшелігі қайтадан сол. Біз ауылдың маманы болғандықтан біз интернетсіз нәрсені жақсы көреміз. Ұлттық құндылық, біртұтас тәрбиеде бәрімізді сыйықты. Бұны сен болыңыздар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ бірден бағаланып отырады. Таңдарыңыздар. Ырым 1, ырым 2, дәстүр 5 деген сияқты. Тарих 5. Тарих 5 талай. Ырым 7. Жоқ, енді мен тарихшы емес, бәлкім менен де қателіктер кетіп жататын шығар, мән бермеңіздер. Әмір Темірдің әскерінде қазақтардың орны қандай болған? Жауынгер болған. Көрейік. Жауабы дегенді басасыздар. Олар негізгі әскери күштердің бірі болған. Ағайға бір қошемет. 17-ге +1. Сосын мынаны басасыздар қызбаларды. Қайтып келді. Екінші топ таңдаймыз. Міне, тарих 5-ті таңдадық қой. Тарих 5-ті қызыл болып кетті. Енді ол бос емес. Дәстүр 3. Дәстүр 3-ке жетті. Ал көрейік. Ал, қазақ халқында келін не үшін от қамай қояды? Сіз айтқаныңыз, екінші топ айтсын. Логика жай. Жайлы болу үшін. Отбасыны сілу үшін. Құйғандар үндемен. Бұл келіннің жаңа шаңыраққа құрмет көрсетіп, отбасынан жылу мен береке әкелсін деген ниет. Ағай бізде 19. 12. Ал, енді байқасаңыздар, ағай бізде ырым дәстүр 3 таңдады ғой, боялып кетті. Ал 3-ші топ таңдаңыздар. Ырым 4. Зені құшақтаба себебі? Жалғыз. Сіздердің барлықтары жауап берген 3-ші топтармен ұстап тастаймын. Көрейік. Жалғыз қаласы. Тамаша. Ал. Бізде қайтадан боял. Тағы өзі не? Ырым 7. Ырым 7. Ырым оңай деп қалды ғой, деме? Айды қолмен көрсетпе. Жаман болады. Жаман болады. Олай бөтен алдайсыздар. Ал ұрларыңыздар. Опай ұрларыңыздар. Айт қасиетті, оған қол шошайту. Тағы да осы жерде неге деген сұрақ болады да? Жарайды. Қабылдар не алмайды? Нөмір 4. 4-ке 1 плюс. Саусағын кесайық. Жақсы, екінші топ. Қандаймыз жеті. Ырым 5. Ырым 5. Тұлғаға жоламайды дейсіздер. Ырым 5. Яғни осы нәрсе ұнады ма? Ендеше осының жайындағы маған бір қошемет болсын. Бұны аты қалай деп аталады? Мен бұны ұлттық код деп айттым. Өзім сөйтіп атадым. Енді құрметті әріптестер, қазіргі кезде біз достық жеңді деп бағалайық, ал сіздер енді топтарды жарыстырасыздар ғой. Иә? Жақсы. 3 кітапты жасау білесіздер ма? Білмейсіздер ма? Көрсетсін бе оны? Мен аға салып жасалым. Жарайды, онда былай істейік, иә? 3 кітапты қалай істейміз? Қарайыңыздар, жылдам қазір. Канваға кіресіздер. Канва. Сосын менің канвада дайындаған нәрселерім бар. Менің салатын видеолар жасайтын дүниелерім, иә? Осы жерде, мысалы, керісінше ойланып көріңіз деген менің авторлық өзімнің әдісім. Балаларды бүгін қалай қызықтырсам екен деген ойдан, қалай сараласам екен деген ойдан шыққан нәрсе ғой. Керісінше бұл әдіспен де таныстырып өтейін енді жарайды. Кішкене болсын. Қоржындарыңыз болай берсін. Біраз мәселені тек авторлар, иә? Керісінше ойлайсыздар. Бұл әдіс стандартты ойлаудан бөлек. Керісінше мақсат қоясыз деген сияқты ғой. Мысалы, қазір барлық мысалы мынандай клиенттерге қызмет көрсетуді
Мысалы, сіз клиенттерге қызмет көрсетуді жасатқыңыз келеді. Сіз бір бизнесменсіз, балаларға сөйлеп айтамын. Сен бір бизнесменсің, Алексей Книнов, бизнесіңді жүргізгің келеді. Бірақ жүрмей жатыр ғой. Енді сен керісінше ойла дейді. Қалай? Керісінше мақсат қой. Клиенттерге қызмет көрсетуді мүлдем нашарлатудың жолдарын ойластыр дейді. Барлық нашар идеяларды жаз дейді. Мысалы, клиенттерге мүлдем сөйлеспе. Кетеді ғой сонда бәрі. Жауап беру уақытын бірнеше күнге созып таста, немесе мүлдем жауап берме. Әдейі дұрыс емес ақпарат бер дедім. Осы идеяларды керісінше енді аудар деймін. Нашар идеяларды жақсы шешімге келтір. Клиенттерге жылдам және достық қарым-қатынас орнат. Жедел жауап бер, түсінікті және дұрыс ақпарат бер. Бұл әдіс стандартты тәсілдерден ауытқып жаңа шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді екен. Шында тәжірибем дәлелдеді соны. Содан кейін, мына жақсы нәрсе екен деп ютубқа сала қойдым. Сіздер педидея деген атаумен тұр, тауып ала аласыздар. Енді осыны, осы дүниені мен қалай 3D кітапты, 3D кітапқа айналдырам. Қараңыздар. Поделицаны басам. Сосын мына жерден отыр ғой, 3 нүкте. Соны басам. Сосын мына шештам. Мына жерден PowerPoint қып скачать етіп алуға болады, тағы да. Бірақ маған книга керек та, міне Facebook керек. Осыны таңдаймын. Сақтаймын. Canva'ның мүмкіндігі күшті ғой. Осы жерде видео жасайсыздар, көп хабарласып жатады маған. Панорамалық сабақ түсіруім керек, ютубқа видео салуым керек, не істеймін, сіз қалай жасап жатсыз деген сияқты нәрселерді Canva'да істей беріңіздер. Міне посмотреть дейміз. Ағылшынша айтып жатыр, маған даярлап жатырмын деп.